Келесі қарастыратын есебіміз оң сандардың арифметикалық ортасын табу. Бізге сандар тізбегі берілген. Мысалы, сол тізбек элементтері неше саннан тұру керек? Сол сан, мынау 4 деген, және сол тізбектің элементтерін енгізуіміз керек. Осы тізбектегі элементтердің ішінен оң сандардың арифметикалық ортасын табу керек, және соны нәтижеге шығару керек экранға. Егер оң сан болмаса элементтердің ішінде, онда жоқ деген хабарламаны көрсету керек. Енді біз қазір бірінші қандай да бір n деген айнымалыны енгіземіз. N деген санды, ол бізде құратын тізіміміздің неше элементтен тұратынын береді. Және қандай да бір A деген тізімді береміз, және ол тізімнің элементтері бір жолда жазылады, яғни map арқылы. Одан кейін сол элементтердің типтері нақты типпен берілген. Өйткені қазір оқулықтағы мысалды қарайтын болсақ, ол жерде элементтердің ішінде бөлшек сандар, яғни 2,1 деген сияқты нақты типті беруге де болатын болғасын, біз нақты типпен түрлендіреміз және экранға шығарамыз. Енді осыны көрейік. Экранға шығаратын болсақ, біз бірінші біздің тізім элементіміз, сақтап алайық бірінші, тізім элементіміз мысалы 4 элементтен тұрады. Және осы 4 элементті енгізетін болсам, бос орын арқылы енгіземіз. Біз бір жолға жазған кезде 1, 2,0 дек. Міне біздің 4 элементтен тұратын тізімді экранға шығарып берді. Енді бізге осы оң элементтерінің саны керек, және оның қосындысы керек. Ол үшін цикл ашамыз. Бізде циклымыз аралығы range n-ға дейін. N-ға дейін деп алайық. Әрі қарай шарт құрамыз. Егер біздің осы құрған тізіміміз I элементтері, тізімнің ішіндегі I элементтері 0-ден үлкен болса, яғни бұл деген сөз тек қана оң сан болса деген сөз, онда бізде K-ның мәнін бірге арттыру керек, яғни санын табамыз. Оң элементтердің санын табамыз бұл жолы. Енді осы K элементтерінің санының қосындысын жазып кетеміз. Қосындысын шығару үшін S-ті I элементтерге қосамыз. Енді бізге егер мына жерде біз K-ның мәнін бірінші мәнін берейік. K-ның бірінші мәні 0-ге, және қосындының мәні ең бірінші мәні 0-ге тең болады. Енді осы жерде ары қарай жалғастыратын болсақ, егер K-ның мәні 0-ге тең болып кететін болса, мысалы K тең 0 болып кетсе, онда бізде экранға жоқ деген хабарлама шығу керек. Жоқ деген. Әрі қарай, егер бұл шарт орындалмаса, онда else, онда бізде арифметикалық ортасын табатын формуланы жазайық printке. Print S бөлінген K. Енді біз осы есептің нәтижесін көрейік. Мысалы, бізге 4
элементтен тұратын тізім берілген. Оның элементтерін енгізетін болсақ, кітап бойынша бұл орынмен енгіземіз. 3 минус 9, 1 және 2,0. Бізде тізім элементтерін шығарды экранға және арифметикалық ортасының мәнін шығарды. Егер тізім элементтері теріс сандар болған жағдайды қарастырайық. Мысалы, тізім элементтері 4 элементтен тұрсын және элементтер минус сандардан тұратын болса, теріс сандардан. Ол кезде бізге жоқ деген хабарлама шығарып тұр.